ровно сағат 7-те бастаймыз деді. Мен айттым, таза қазақсыңдар ма деп едім, иә деді. Онда 7-те басталмайды дедім. Неге дейді? Біздің қазақ уақытқа бағынбайды. Қазақ уақытқа бағынбайды ол. Неге? Қазақстан, Германия, Ресей 3 мемлекет уақыт бойынша жарысыпты. Кімнің пойызы ровно сағат 12-де келеді екен деп. 12-ге 5 минут қалған кезде Германияның пойыз кіріп кепті. Қай мемлекет? Германия. Не деген мықты мемлекет. Уақытынан бұрын келді. 12-ге 5 минут қалған кезде кіріп келді. Не деген ұқыпты мемлекет деп әлемнің журналистері мақтапты. 12-ден 5 кеткен кезде Ресейдің пойыз кіріп кепті. Қай мемлекет? Россия. Не деген мықты мемлекет, Құдай-ау, уақытынан 5 минут кешікті. Бұның өзі ұқыптылық деп әлемнің журналистері мақтапты. Ровно сағат 12-де Қазақстанның пойыз кіріп кепті. Күлмеңіздер. Тұппа-тура 12-де кіріп кепті. Қай мемлекет? Қазақстан. Не деген мықты мемлекет, Құдай-ау. Тұппа-тура 12-де келді деп әлемнің журналистері мақтап жатса, Қазақстанның пойызының шофыры удай мас дейді. Жайлап пойыздың терезесін ашып тұрып, журналистерге қарап тұрып айтыпты. Бұл кешегі пойыз депті. Бұл кешегі пойыз. Мен кеше шыққан, бүгін тұппа-тура 12-де келдім депті.